кездесуінде мәлімдеді. Бүгін Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университетінің 30 жылдық мерейтойы аталынып өтті. Осыған орай терең тарихтан жарқын болашаққа атты түркілер форумы ұйымдастырылды. Кездесуде оқу ордасының алғашқы түлектері, ардагер ұстаздары мен университет қызметкерлері бас қосты. Игі шара аясында оқу ордасынан түлеп ұшқан студенттерге арнап түлектер аллеясы ашылды. 30 жылдық мерейтой қарсаңында тарихы терең оқу ордасының ұйытқы болуымен университеттің алғашқы түлектері маңызды форумда жүздесті. Түлектерде баталатын кездесуге келген ардагер ұстаздар мен Қожа Ахмет Яссауи университетінің барлық бітірушілері алдымен аллеяның ашылуына қатысты. Оқу ордасының барлық бітіруші түлектеріне арналған саябаққа ардагер ұстаздар көшет отырғызып, ресми ашылуын өткізді. Bilgili bizim üniversitetimiz tevessüzlükten 6 ay keyin birinci Türkiye 2 saatte Kazakistan'ı tanıgan alqaskı birinci ел болды. Türkiye elleri içinde, alem içinde. Hazırki tanda 6 aydan keyin de bir Türk-Kazak Üniversitesi kuruldu. Bunun manası bu birinci konkret simbol bir kolaborasyon oldu. Yani Türkiye ile Kazakistan arasında biz mesela көп vakit kesim şartlara kol koyamız. Bırak praktikada olmaydı. Bizim üniversitet 6 ayda bir praktika oldu. Birden kuruldu. Bugünkü deyin yani Kazakistan-Türk dostluğunun sembolü, alqaskı sembolü bizim üniversitemiz. Аталмыш оқу ордасы елімізде тұңғыш бой көтерген халықаралық дәрежедегі университет. Қазақстан мен Түркия арасындағы үкіметаралық келісім негізінде 1991 жылы ашылған болатын. Форумның ашылу шымылдылығын оқу ордасының басшысы Жанар Амангелдіқызы мен ректор өкілі Жеңіс Томар құттықтау сөз сөйлеп ашты. Бүгін күллі түркі әлемінің қара шаңырағына айналған халықаралық Қазақ-Түрік университетінің 30 жылдық мерейтойын құттықтап, сол құттықтаулар аясында үлкен түлектер форумды ұйымдастырылып жатыр. Бұл әрине біздер үшін үлкен қуаныш. Жаңа өзіңіз айтып өткендей, кез келген университет өзінің түлектерімен мақтан тұтады. Міне осы 30 жылдық тарих ішінде біздің университетімізден 90 мың түлек ұшып шықты. Қазір сол 90 мың түлектердің басым көпшілігі Қазақстанда болғанмен, жалпы түркі әлемінде үлкен қызметтер атқарып, елге еңбегін сіңіріп жүр. Сондықтан біз түлектерімізбен қашанда мақтан тұтамыз, олармен ешқандай байланысымызды үзген жоқпыз. Халықаралық университеттің 30 жылдық мерейтойымен құттықтауға университеттің негізін қалаушы тұңғыш ректоры Мұрат Жұрынов та арнайы келіпті. Алқалы жиында университеттің ашылу тарихынан сыр шертіп, дүниеден өткен ұстаздардың есімі ұлықталып, рухына тағзым ету де ұмытылмады. Сонымен қатар киелі мекенге арнайы ат басын бұрған қонақтар мен түлектерге Қожа Ахмет Яссауи университетінің 30 жылдық тарихын көрсету үшін тарих ғасырлар куәсі атты фотокөрмеде көпшілік назарына ұсынылды. Студенттер осындай форум арқылы жаңағыдай түлектерді көріп, университетіміздің мақтаныштарын көріп, былайша айтқанда шабытталады. Шыны керек, бізде сол кісілер сияқты, осы оқу ордамыздың түлектері сияқты алдағы уақытта биік шыңдардан көрініп, елеп, ескеліп, бізде Құдай қаласа 10 жылдан кейін осындай түлектер форумына қатысқымыз келеді. 30 жылдық түлектер форумы сессиялық отырыстар, дөңгелек үстел, түрлі семинарлар мен арнайы концерттік бағдарламамен жалғасын тапты. Игі бастама оқу ордасының түлектері үшін үлкен қолдау болары сөзсіз. Өзі білім алған білім ошағы кімге болса да ыстық құя. Осындай бас қосуларды университет басшылығы алдағы уақытта да жалғастырмақ ниетте.